Кешкі асқа отбасыма интернет желісінен көрген бір ерекше тағамды дайындап берейін деп шештім. Ол үшін бізге фарштың үстіне ұсақ түркөн өткізілген пиязды, дәміне қарай қара бұрышты, тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осындай фрикадельке жасаймыз. Кейіннен көп мөлшерде қызып тұрған майға картопымызды салып, жақсылап тұрып қызартып қуырамыз. Дәл осы қызарған кезде оны сүзіп аламыз бөлек ыдысқа. Кейіннен дәл осы майға фрикаделькемізді салып, екі жақ қызарғанша қуырамыз. Бұны да сүзіп аламыз. Табамыздағы майдың мөлшерін азайтамыз. Азынтай ғана май қалдырып, ұсақтап тұралған пиязды салып, жұмсарғанша қуырамыз. Кейіннен үстіне ұсақтап тұралған болгар бұрышын, сәбізді салып, бір ас қасық томат басын, дәміне қарай тұзды, қара бұрышты салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып 5-10 минуттай бұқтырамыз. Кейіннен үстіне қуырылған картопымызды, қуырылған фрикаделькемізді салып, жақсылап араластырып, үстіне суымызды құямыз. Кейіннен үстіне консервіленген горохты саламыз. Ас көкті жақсылап араластырып, қақпағымызды жауып 20 минуттай бұқтырамыз. Міне осымен асымыз дайын. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Менің барлық отбасы мүшелеріме ұнады. Астарыңыз дәмді болсын.